еске хатшылар бас сот талқылауға жатырмыз, себебі мынау іс бойынша жаңа нелер анықталып отыр, соны нақтылап алайық. Алдын ала жалғастырып бас сотқа кейінге қалдырамыз. Кімдер келді? Арқылыс бойынша. Бермек заңды өкілі Амишев мырза, Жалапбек Өтебаев, өзі заңды өкілі Баймұхамед. Так, кім жауапкер? Сіздерге қандай сұрақ туындап отыр? Мына не бойынша, іс бойынша. Кеше мына сіз тапсырған құжаттарыңыздың арасынан өзіңіз тауып алыңыз деп беріп кеттіңіз. Мен сізге сот отырысында өткенде ұйғарым еттім. Осы приказдың шығу себебі ғана сот бюроғында, жұмыстан шығару бюроғында аудан бөлімінің қорытындысын дедім, оны бермейсіз, білмеймін айсымен тауып алмадым. Тоқтаңыз, тыңдамаңыз. Сосын істерді қарай келетін болсақ, енді бұл жерде тағы да нелер анықталып отыр. Қазір маған бөлек-бөлек бересіз, жарайды, мынау неңізге. Мынау сот жұмыстан шығару бюроның екі түрлі мерзімде тауып отыр. Бұны қалай түсінуге болады? Нақтылаңызшы. Міне, бұйрық нөмірі 22ЖК 18 желтоқсан 25 жылы бас премьер елді мекені қызметкерлер басқа жұмыс ауыстыру туралы. Қазақстан Республикасы 18 жылы басып алып отырып бұйырамыз. Мұхаммед Қайдадулла атына жабылып беретін мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директор оқу жөніндегі орынбасары Ерімбек Хасен 19 желтоқсан 25 жылдан бастап оқу жөніндегі орынбасар лауазымынан босатылып, география пәнінің мұғалімі болып ауыстырылсын. Негізі аудан бөлімінің 29 қараша 25 жылдың 40-шы және 40-шы дейді. 01-12 жыл хаттаманың қорытындысы. Бір, негізгі бюромыз. Тура осы мәтінде келеді, және орынбасар лауазымынан босатылған бірлік штаб 16 сағат жүктемесіне ауыстырылсын. Негіз болып аудан бөлімінің 29 октябрь 25 жыл нөмірі 440-шы, 1 желтоқсан 25 хаттаманың қосымша 18 желтоқсан нөмірі 4 хаттама ақты нөмірі 5 хаттама дейді, нөмірі 1. Бұны қалай түсінуге болады? Үшінші, сіздер еңбек инспекциясында бергенсіздер ғой, талапкер, қан талапкер қайда өзі? Өзі қайда? Өзі жоқ, өзі жоқ. Сіз кешіресіздер, талапкер осы кеше телефонда звондап айқай отырып отыр. Мен алдыңғы бюроғымды бұздап айтқан, оныкі дұрыс емес дейді. Мына жерге келіп сұрақ қойылады, кешіресіздер. 3 бұйрық шықты бұл жерде. 3-ші бұйрықты көрдіңіз ба? 26 жылдың 27 қаңтарында бұл бұйрықты бұзып тастайды, жойып тастайды. Бұны сіз кеше алдыңызға құжаттарын көшемедім. Соны түсіндіріп айтайын. Қазір мен мынадан сұрап жатырмын. Сосын мен сізге не беремін? Осы бойынша ары қарай қазір мынамен бастап берсек, кешіресіздер. Жоқ бұйрықты біз даулаймыз. Енді мен мынадан сұрақ қойып. Біз арыз берген кезде бұйрық күшінде, түсініңіз ба? Өндіріс қабылдап қойған кезде бұйрық күшінде. Қазір мен мына кісіден сұрап алайын, жарайды ма? Так, мынау бойынша түсіндіріңізші, мен түсінбедім. Қай шешімді бұздыңыз? Мынау түбегейлі бұзықтықтар өзгерттіңіз, осы маған түсіндіріп беріңізші. Құрметті сот мырза, мынау 22-ші бұйрық, 18 күні шыққан бұйрық. Ол жерде аудандық білім бөлімінің 440-ші бұйрығын басшылыққа ала отырып, зерделеу жүрген кезде мен больничныйде болдым. Қорытындысы бір күні келіп, хаттамасы бәрі өткізілдім. Жаңағы не қылып, канцелярияға бекітіп сізге бердім. Бір күні хаттамамен акт залында жиналыс болып, барлық қорытынды берілген. Сол бойынша мен жұмысқа 10 күні түстім больничныйден. 10-нан 18-не шейін зерделеп, анықтап, осыны қорытындысын шығардық. Сөйтіп, бұйрықпенен, 22-ші бұйрықпенен 19 күннен бастап оқу ісі жөніндегі орынбасар лауазымынан босатылып, бүгінгі таңға дейін 2 қатаң сөгісі болған. Жоқ, мен сізден ол сұрақ қойып, қатаң сөгісі. Мен сізден сұрақ. Қазір таңда мынау 20 жаңағы 22-ші бұйрықтың күші бар ма жоқ па? Бұйрық шығарылды. Одан кейін тыңдамасаңыз сұрақты. Күші бар ма жоқ па дейді. Сіз мұғалімсіз ғой, тыңдамасаңыз сұрақты. күші жойылды. Ол, значит, 22-ші бұйрықтың күші жоқ. Сонда қазір таңда мынау 5-шінің
бұйрығымен несі қандай не бұл кісі мүлдем жұмыс шарттарыңыз ба? Иә, мына 22-ші жылдың 22-ші бұйрық күші жойылып, өзгеріс енгізіліп отырсыз. еңбек инспекциясынан келіп, біз жаңағы өз келісімін 16 сағатпен береді деп мен сол таңға дейін күтіп отырдым ол кісіні. Келісімге де келмейді, барлық акты сіздерге өткізген, хаттамасы бәрі тұр ол жерде. Күтіп отырдық. 45-пенен шығарайын алдыма келсе, ол кісі алдыма келмейді, сыртта жүре береді, келмейді. Сонымен еңбек инспекциясы келді да, сіз 38-ші бабыңыз сәйкес емес, сәйкестендірілсін деп маған нұсқама берді. Сол нұсқама бойынша Неге соны сіз мынау өзіңіздің қарсы пікіріңізді нақтылап жазбайсыздар? Нақтылап жазып білмей қойғай. Мен жазып тұрып Ол нұсқаманы сіз бұл жерде көрсетіп жүрсіз ғой ма? Жоқ, мұны туралы бәрін өткіздім. Міне бірінші үйінде тұр поста десе. Енді қазіргі таңда 22-ші бұйрықтың күші жоқ па? Күші жоқ, жойылып кеткен. Бұл жерде сіз бұл кісіні мына өзгерісте қай жеріне қалдырып отырсыз? Сіз өзгерістен кейін тек қана жаңағы пәніне ауыстыру ғана қалып отыр ма? Вообще жұмыстан шығып кетті. 52-ші баппенен міне 27-ші күні. Ол кісілер қазіргі таңда 22-ні сіздің анау менің келісімін алмай төмендетті дегенге дауа бар. Дұрыс па? Қазіргі таңда сіз бұл өзіңді оны заң директордан босатып төмендетіп, Ол кезде төмендетіп, енді сіз сол 22-ні мүлдем күшін жойып тастадыңыз ба? күшін жойып, жұмыстан шығарып жібердіңіз ба? жұмыстан 52-менен 27-сі күні шығарды. Оны бірден шығарған жоқпын. 30 күні жұмысқа түскен күні, больничныйден түскен күні маған шақырды. Келісім комиссиясының жиналысына да келген жоқ. Келісім комиссиясына келіп отырса, ол жерде отыр ғой, 12 адам отырмыз. 45-ші баппенен, мен де 45-пенен жаңағы 16 сағатымен қалдырар едім ол кісіні. Кірген жоқ, кел десек келмейді. Хабарлама хат, почтаменен үйіне бәрі салынған. Сөйтемінде 27-сі күні, міне бәрі тұр ғой астында, барлық ақтыны мен сізге немісіменен тастадым 27-сі күні. Хабарлама хатта да бардым. Шеріңіз, сізді әлі түсінемін отырмын да. Бірінші Мұхаммед Хайдар Болатарды жалғыз мектеп директорының оқу жөніндегі орынбасар Ерімбетовті 28.07-нен бастап еңбек шарт тоқтату жұмыстан босатсын. Жарайды, ол босаттыңыз. Енді мынау сіздер 18-ші желтоқсандағы бұның қандай несі бар? Сіз бұл жерде ол туралы ештеңе жазбағансыз ғой? Ерімбетов Қасен, Искакович 19 желтоқсан демалысқа шыққан. 19-ына. 27 желтоқсан 22, 12, 29, не мынау? Үнеміз аралығында еңбек жарақсында болған. Сосын 30 желтоқсан күні жұмысқа түскен және 05-01-27-01 аралық оқу орынбасары жалақысы төленген. Ананың күшін қалай жойды? Күшін жойылып, оның сол аралықтағы... Мүлдем жойып тастадыңыз ғой? Мүлдем жойылып, оның қай күні ол сол уақытқа дейін мектеп директор орынбасары жұмыста жүрді ме? Жұмыс қаржысы төленді ағай. Төленді. Қаржысы төленді. Қазір енді. Нақтылап алып сосын бар мынау қалаларында мына еңбек инспекциясының жаңағы несі, нұсқамасы. Оның да бәрін өткізген үшеуінде. Енді кешесіз мынаның ішінен ше құрметті сот керегін өзіңізге тауып алдыңыздар. Жоқ, мен олай тастаған жоқпын. Енді мен солай түсіндім. Жоқ. Қазақстанда қалалар бойынша кәсіптік деп жатырмыз. Біз басқа жақ, басқа мәселе біз басын тауыппен Қазақстанда бұл кісілер 22-ші бұйрықты маған бұзуды сұрап жатыр да. Сонда мына недегі кәдімгі емес пе? 22-ні мүлдем бұзып тастадыңыз. Оның күші жоқ құрметті. Жаңа өзгеріс енгізесіз. Өзгерістің жазып тұрсыз ғой. Енді ол жерде сонда 5-ші бұйрық бойынша оны география пәнінің мұғалімі бұл кісінің өзінің құқы ауыстыруға. Ол директордың құқы сізді мысалы бір жұмыстан екі жұмысқа алып оның келісімінде қажет жоқ құрметті. Келген жоқ қой келісімге. Мен мынау берген бұйрығыңызды мен өзімді нақтылап қазір таңда мына құрметті былай ғой. Мына 22-ші бұйрықтың қазір бұл кісілер даулап жатқан қалалардағы оның күші жоқ уже. Ол жойып тастаған құрметті. Ол жоқ уже. Аттастай салып өмірде. Жойылып
қаржысы төленді ағай. Енді қазір таңда 27-сіне несін расчет жасап расчетін жасап, барлығы мына ксероксте бәрі тұр өзінде. енді қазір таңда 5-ші бұйрық қой, өзге мына жерде түсініксіз дұрыс түсінбей жатқан шығарсыз. Мына жерде 18-ші желтоқсан 2015 нөмір 22-ші бұйрық өзгеріс күші жойылсын деп тұр. Міне күші жойылып, өзгеріс өйткені өзгеріс енгізілгенде 5-ші бұйрық бойынша ол бәдегі завуштан географиканың мұғаліміне ауыстырылған. Түсіндіңіз бе? Өзі жұмыстан шығып кеткен емес. Ол кезде шыққан. Қазір таңда бұл кісілердің талабы бойынша мына 22-ші бұйрық, мына 22-ші күші жойылып жасаған жоқсыздар, сонда тоқталған. жұмыстан лауазымын босатып, бірақ мұғалімдік қылып басқарды. 16 сағатпенен, 16 бір штаттық бірлікпенен 16 сағатпенен қалдырылды. 16 сағатпен қалдырылып, келісімге келген жоқ, шақыруға келмейді. Жаңа еңбек инспекциясы мына хатты бергеннен кейін де шақырдым. 45-пенен адам сияқты жұмыс істесе деп тұр. Өткенде де айттым ғой, мен кіші кеңесте де, аудандық білім бөлімінің кіші кеңесінде де екі папканы тастадым, мен бұларын аламай жүрген өшім жоқ дедім. Бір елде тұрамыз, балдарымыз бар дедім. Міне мен дедім, жұмыс істейін десе, әйел басымен қолымды көтеріп тастадым папканы. Сіз кетесіз деді маған сол жерде. енді құрметті сот, бұл жерде 22-ші бұйрықтың күші жоқ. Егер де бұл кісілер түсіріп 22-ші бұйрықпен бұл жұмыстан шығарып кеткен деп жазылса, онда түсінікті талабыңызда. Бұл қазір таңда бұл директордың құқы. Бір жұмыстан екінші жұмыстан ауыстыруға директордың құқы бар. Оны келісімшартқа өзгертеді. Жоқ, қаржысы төленді ғой ағай. Мына 22-нің күші жоқ құрметті сот. Қазір таңда білмеймін сот. Еңбек инспекциясының нұсқамасы дұрыс емес дегеннен кейін сіз оны бұздыңыз да өзіңіз. Жоқ, өзім бұзған жоқпын ғой. Сәйкестендіріп. Дұрыс қой, соны енді сіз бұзбақсыз ғой, нұсқама негізінде. Оны орындап бұздыңыз да, мына шығардыңыз ғой. Қазір таңда мына бұйрық. Осы бұйрықпен. Бүгінгі таңға дейін есеп айырысып төленген. Күші жоқ құрметті сот. Күші жоқ. құрметті сот, мынау АБК-ның 70 бабында көзге сот процесінде жауапкер тарап мойындаса, Біз әлі процесс бастамыз, дайындық. жоқ, мен осыдан бұл дайындық. Сен бұны айтып өтейін. Қазір сол мойындағы бірден шықпады ғой, түсіңіз бе? Ал біздің сотқа берген кезде, сот өндірісіне қабылдағаннан кейін барып, оның мен бұйрықты көрдім, қазір маған берсеңіз көріп орамын жаңаға, кейін жұмыстан шығарып өтіп, бір қарасам болады. Оны көрдіңізші. Астында шырыл ғой. Сіз кейде алдыңыз ғой? Алды Сіз әлі сүріп алдыңыз. Қазір мен қолымда жоқ болған себебі, мен қазір 22-ші бұйрық жөніндегі сотқа келдім. Сондықтан қолымда жоқ, сондықтан уақытша сұрап алып тұрмын. Түсінді ма? Соны айтайын. Мына бұйрықты мен көрдім. Бірақ бұйрықтың темасы өте дұрыс жазған. Бұйрықтың күші жойылып, өзгеріс енгізілді. Бірақ енді мына үш пункттен тұратын бұйрықта күші жойылсын, нөмір 22-ші деген сөз жоқ. Түсінді? Бұйрықта жоқ, бірақ темасы дұрыс. Төбеде тұр ғой жойылсын. Жоқ, дұрыс қой енді. Теманы бұйырамын. Баяғы мен ауыстырған 22-ші ЖК бұйрықтың күші жойылсын деген сөз жоқ. Сондықтан құрметті қойдыш мен бөлім жоқпын ғой. Бөлмедім ғой мен күттім ғой. Бөлмеге қойдым да шықтай. Енді, мән мынада, неге мен жаңа 170 айттым мойындау? Яғни біз сотқа бергеннен кейін, сотқа беріп, сот қарамай, сот өндірісті қабылдап қойғаннан кейін, бұл действительно жаңағы өзгертуге, то есть күшін жоюға тырысқан бұйрық бар. Бірақ кез келген бұйрықта оның мәтінінде, мазмұнында күші жойылсын деген сөз тұру керек. Темасını жазып қояды да бірдеңе. Бірақ темасына оның мазмұны сәйкес емес. Сондықтан құрметті сот, егер қазір ертең ба қай күні сотты жалпы сот талқылауын бастасаңыз, сонда действительно осыны айтылса, онда мына 170-ге сәйкес келеді демекші болады. Яғни мойындады, оны да біз қайтарам береміз сотқа. Неге? Анау жаңағы жұмыстан шығарған бұйрықты бөліп береміз. Қазіргі біздің беріп отқанымыз 22 ма? 20 осыны кейді, иә. Бер қараңыз, енді кеше талап қоюшы өзі келіп беріп хатшыға жолығып, мен олай деген жоқпын. Мен барлығын бұздырып айттым деп мына жерден айқай көтеріп, шум көтеріп. Жоқ, енді кешіресіздер, анау талапкерменен ақылдасып алсаңыздаршы. Ол кісі сотқа мен ұйғарым етіп өз орнында отыр. Келмейтін болса әкім жауапкершілікке тартамын. Кешіресіз. Процеске келіп, өз жерден
мынау алған алмаған туралы сақталып қойылады. Жаңа айтып отыр ғой, айлығын алды басқа деп. Түсінемін, сот керек деген жағдайда, сот керек деген жағдайда жауапкер, талапкер болсын, қай сот міндетті түрде қатысу керек. Түсінемін, сіз сенімді өкілісіз. Мен объективно шешу үшін кешіріңіз, маған ол бір мен бір көргім келіп бара жатқан жоқ, басқа жатқан жоқпын. Мына кісілердің барлығы қатысы жоқ, тыңдауға келеді да, ол кісі ана жерге сіз кеткеннен кейін келеді да, мына жерге байқай шығады. Өте жатайын. Мына сот құжат тастаңыз. Бізде жеке тұлғалар отыр. Біз госслуждар емеспіз. Тем более мен адвокат, конституцияға құқым бар. Мына соттарды сүруге мен қарсымын. Кім сүріп отыр? Мен сүріп отыр. Бәрі сүріп отыр. Алдымен құрмет сот, осы жерден IPCC-ге атылып береміз. Мен өткенде айтқан, мен рұқсат Кім сүріп отыр? Істі егер де соттарына атылып береміз. Бәрі сот сіз жинап алып құрмет сот. Сіздің құқыңыз. Өзіңе рұқсат беріп мен сүріп беріп бәрі осында. Приступ шақырыңыз құрмет сот. Атылып береміз. шығарып жіберіңіз. Осы жерде мен адвокат консалтинг бұзылып жатыр. Камера қосыңыз. Сіз кім боласыз? Кім баласы болам? Баласы болсаңыз әкеңіз қайда? Адвокат. Әкеңіз қайда? Адвокаты қатысып отыр. Құрмет сот. Приступ шақыр, бәрін жинамасын. Бұдан болады, телефонда қазір адам Жинамасын, мен рұқсат берген сіз жоқ. мына жерден отырыңыз подписка. Кешіріңіз, сіз жап-жас баласыз. Егер аудиоға рұқсат беріледі, тыңда, бері қараңыз. Маған Заңда 29 бапта аудионы соттың ұстатысы сіз тұра аласыз, ал видео тұра алмайсыз сіз. Ал біз жерін үшпен құрмет сот, кім бармайды? Бәрі жауап қойып тартыңыз құрмет сот, құқыңыз бар сіздің, ал біз үшпен тартыңыз. Камера негізі. Аудио түсіріп жатса ол заңды. Ол тем более сот, Видео түсіру дұрыс, ашық сот отырса құқы бар ол, бірақ алайда сіздің сіздер провокацияға апармасаңыздар бұл жерде. Болды, ол Сіз түсінікті. түсіргеннен кейін сіз талаптарымыз қанағаттандырып болмаса бұларды қанағаттандырып деген ой болмасын айналайын. Біз таразыға саламыз. Сіз 100 жерден мына жерде 100 камера әкеліп қойыңыз. Заң не дейді соған қараймыз. Мына жерде отырып адамның нервіне, біреудің қытығына ондай провокацияға апармасаңыз, жас баласыз ғой, өміріңіз алда ғой. Осымен бітіп қалған жоқ қой. Мына келді журналист, бұл кісіге ертең отырыста рұқсат сұрағаннан кейін біз осы жерден не қылып рұқсат береміз. Бұл кісі үндемей отыр ғой. Сіздер алып аласыздар да мына Рұқсат берген соттыңызға. өтініш хақым бар дейді. Бүгінгі таңға дейін өз мойнымнан істегеннен кейін, басыммен істегеннен кейін мойнымнан көтермей ма, келмей ма, сонша адамды әуреленген. Мен өзім бір өзім сот мырза, менің өтінішім бар да, өтініш хатым бар да, Ләззат Асанованың журналистке екен несіне сұраныс тастаймын. Күмәнім бар. Соттың құзырына қалдырамын дейсің? Соттың құзырына қалдырамын, иә. мен оны ертең Өткенде де 2 рет сұрадыңыз, сіз берген жоқ қой. Ол мен редакциялық тапсырманы әкелем, бұйрығымды әкелем, келісімшартты әкелем. Өткенде де сіз сенімді боламын дедіңіз да, қағазым бар дедіңіз да, кейін Сенімді өкілдікті мен ағарай... Әлі де сізді сыйлап, сөзіңізге ғана сеніп отырмын да, өзіңіз білесіз құжатқа қарап. Мені сыйламай қойсаңыз, заңды сыйлаңыз. Мен қазір Мен айтатыным... сізді қатысуыңызды айтып отырмын. Жоқ, мен заң аясында, масс-медиа заңы бойынша кез келген жерден ақпарат аламын. Мен қазір видео, аудио түсіруге рұқсат сұраймын. Бірақ мен оны әлі бастап жатқан жоқпын. Мен сізге айтып жатырмын. Маған мен әлі де адам кезіп тұрғыда айттым. Мен бұл жерде ешқайсыңыз сыйламаймын, заң сыйламайтын болса, сыйламайтын болса мен басқа нәрсе істейтін едім. Мен адам беріп тұрғыда сіз құжатым бар дейсіз де, бірақ беремейсіз. Әкелемін дейсіз де, мен соны айтып жатырмын. Мен жай адам беріп тұрғыда айтып жатырмын. Түсініп отырсыз ба? Аккредитацияланған масс-медиа Соттың ойын әр жаққа бөле бермесін. Болды. Мен өзімнің журналист екенін дәлелдеп берген, талай жерде дәлелдеген. Ол бір ауыз айтып Шықтырмаңыздар, болды ғой. провокация жасау. Провокация мынау артында отырғанда істеп жатыр. бір мәселені түсіндірейін сіздерге, жаңа әсіресе қатысқандарға. Сіздердің толық құқықтарыңыз бар. Аудионы соттың рұқсатынан сіз рұқсатын алмайсыз жоқ. Аудионы дыбыстық жазбаны түсіңіз ба? Ол мына заңда тұр. 19 баптың 7-ші бөлімінде. Аудионы, видеоны праволары жоқ. Сізде журналист ханым. Аудионы қойып қойыңызға, мерге соттығанда қойып қойыңызға. Сол процесс басталғанда. Аудионы дыбыстық жазбаны түсіңіз ба? Ол заңда қойды ғой, қазір оқып берейін. Түсіндіңіз ба? Айналайын. Сондықтан видеоны түсіре алмайсыздар. Ал аудионы түсіре алмайсыздар. Сіз барсыздар, сіз тыңдаушы болсаңыз да басқа болсаңыз да. Сіз сотты құрметтемей отырсыз. Процесс болған кезінде міне түсіріп жатыр. Мынау төбеде тұрады.
алғыларыңыз есепшілден аламыз. Бұл жерден сізге ешкім ауыстырып бере алмайды, барлық бір идея. Сондықтан мен жаңа мына алдын ала деген мыналар орын алғаннан кейін ертеңгі күні сіз жаңа айтып отырсыз, мен алдым, бірақ қолымда жоқ еді. Сондықтан мен сізге бұл сотқа қатысы жоқ құжатты алып келмеймін. Құрметті сот. Мен сотты 22 мен деп тұрмын. 22-ші орындап жатқан мен сізге кешірім. Соттан оны алып келмеді деймін, маған кінәміз дұрыс емес. Кешірім, мен сізге. Жоқ, мен алғаным рас, бірақ оны алып келмеймін. Толығына сумкам. Оны алып келмеймін. Қазір сотқа қатысты біздің қатысты деп отырмын. Мен сотқа отырмын. Себебі ананың осымен бұзып, сіздің арызыңыздың төбесінде де, мен төбесінде жазым ғой деген негізгі уәжге бұл да тура сондай болып тұрған сияқты болды да. Мен содан кейін сізге айтып отырмын. Мынаны көрдіңіз ба, оқыдыңыз ба? Бұл бойынша қандай пікіріңіз бар? Қосымша бересіз ба? Оны жаңа айтып тұрмын ғой, құрметті сот. Оны мен жеке мына сотты жеңіп, немесе жеңіліп шешкеннен кейін оны беремін, кейін беремін. Оны шешіп алайық деді. Оған уақытым бар әлі. Заңда еңбек кодексінде көзделген 3 айлық мерзім бар. Түсіндіңіз ба? Оның уақытым бар. Сондықтан мен өзімнен оның мүддесін жаңағы еңбек мен әуреге салғанға, созбалаңызға салдырмай алдын ала барлығын жинап, дәлелдемені алып. Оны бөліп көреміз. Мен бөліп көремін. Қазір бермеймін. Оның проблема бар ғой. Оны келісу мүмкін бе? Сода беремін деп отырсыз ба? Жоқ. Тыңдаңызшы. Мен қазір. Сіз мені тыңдаңыз. Мен қазір де мына біздің тарап қойдың ішінде қараңыз өтінемін. Басқаны сол берген жоқ мен. Басқа қосатындарыңыз бар ма? Так, мен сізге тағы да айтамын. Осы бұйрыққа негіз болған құжатты ғана беріңізші маған. Талап қойды ғана мына жаманның ішінен өзің тауып ал, құрмет сот дегеннің маған қажеті жоқ. Бұны әуелі сараңға қосып біз мына кісілерге түсіріп береміз. Бізге де өзі бөлшегі қағазды мынаған қазір электронды болғаннан кейін бізге де бере бермейді. Міне, положено бір судьяға мысал болмайды. Біз мына қағазды қазір өз қалтамыздан шығардық та мына кісіге шығарып бердік. Бұл кісі бірақ айтты. Анау талапкер ерінбес берді де маған да бер деді. Мен одағым. Енді бірін-бірімен бұлар кісілер бірін-бірімен көрмейді. Бірақ ана кісіге алдында процесс біткеннен кейін айқайлап береді. Мен былай деп айтып қойды. Бұл кезде жоқ, бұл кісіге айтады да былай дейді. Мен соны нақтылауға іштедім. Мен барлығын канцелярияға тіркетіп тұрып тастап кеттім ағай. Тауып ал деген мынау бұйрық бойынша. Мына 22 бұйрық бойынша. Мына жерге қорытынды соларды берсеңіздерші. Міне мынау негіз болды, мынау негіз болды. Иә, беремін. 22-ге қатысты ғана берсеңіз болады, кейін береміз ғой. Мынау 52-дің бірімен, теңіз 52-дің бірімен шығарасыз ба? Иә. Жұмыста болмады деп. Жұмыста жоқ, алғашын қатар жұмыс алдым ғой 2 қатар жұмыс. Одан кейін жұмыстан босатып отырмын, 52-ші баппен. Оның қатысы жоқ қазір, тек қана 22-дің даулап жатырмыз біз. Енді оны 22-дің күші жойылып кеткен. Жоқ, соны мойындасаңыз қаржысы төленіп, есеп айырысып. Қалай қазір сот басталады ғой, басқа жоқ дайындық. Сол кезде сол күші жойылып кетсе, сот аяқтаймыз. Күші жойылып, соттың шешімі шығады, күші мойындалады деп. қаражаты төленіп, тоқтатылған. Жоқ, ол төленбеген, оны қоя беріңіз, басқа жоқ. Мырза, ашуланмаңыздар. Мойындасаңыз болды. Мойындап тұрған жоқпыз, күші жойылған. Жоқ, сотқа беріп тұрғаннан кейін жұмысқа шаруам жоқ. Сотқа дейін күші жойылып қойды. Сіз одан кейін бердіңіз сотқа. Сіз маған оған. Одан кейін бердіңіз сотқа. Оны фиксациядан қараймыз ғой, даталарын. Қарайсыз. Жарайды, оған бәлеттерді мен қояйын, оны сосын көресіздер, жарайды ма? Бұл жерде жаңа мен сізге жаңа мына бойынша не қыласыз? Қандай неңіз бар? Нақтылау ма, ұсыныс па, толықтырма деген еді. Сіз өз пікіріңізді қалып отырсыз. Тек қана 22-ні қараңыз. Соны берді. Жарайды. Оны кейін берем бе, келесі отырысқа Әбіш мырза. Жасыңызды сыйлап отырмыз. Жасыңызды сыйламай келіп отырсыз. Заңға қарайтын болса, жаңа асырып айтпақ. Мұнда әкімізге жазамыз, соттыққа ма? Менің құқығым ғой, мен құқығым, менің де құқығым. Менің міндетім не істеу керек екен? Сізге мен айтып жатырмын. Сіз менің талап қойған шегіне шығу құқығым жоқ. Сіз бері қарай. Талап қойған шегіне шыға алмайсыз. Мен тынышталың ішінде талап қойған шегіне кінәлі деп тұрмын. Әбіш. Тыңдаймын, айта беріңіз. Мен айтып отырмын ғой, бірақ ұсыныс. Тек қана шегінде ғана. Болды, бір-біріңізді провокацияға апармаңыздар. Мен заңсыз ба айтыңызшы, заңсыз. Оны бере алмайсыз. Бірігіп бересіз деп айтыңызшы, келісемін. Оны шешім шығарған кезде баға береміз. Жарайды ма? Жоқ, бұл қазір алдын ала кес. Мынандай деп не болса, ертең алдын ала емес, құрмет талап қойды біздің беріп тұрмыз ғой.
Ендеше талап қойды шегінде мен қарап ұстаймын. Баға беріледі, болды. Кеңес отырысқа талапкер міндетті түрде қатысу керек. Мен ұйғарым еттім. Келмей ма, әкімді жауапқа тартамын. Түсініңіз ба? Сіздер сіз тартылмайсыз, ол тартылады. Білем ғой, күші әкелу жойылған, сондықтан мен ұйғарым етіп отырмын. Қойылатын сұрақ бар. түсіндім. Қойылатын сұрақ бар. Сіз процесске кедергі жасамасаңыз. Құрметті сұрап, мен түсіндіріңізші, рұқсат етіңізші. Былай, сіз ұйғарым етіп құқыңыз бар. Действительно, оны жаңағы айыппұл салуға құқыңыз бар. Бірақ оны келмек құқығы бар, түсініңіз ба? Заңда көзделген. Айыппұлдан басқа не бар екенін білесіз ба? Білемін, бәрібір. Бірақ күштеп әкеліп десем баяғы 30 жылдың ар жағындағы заңымызда болған күштеп бар, қазір күштеп әкелмейді. Сондықтан құқығы келмейміз. Сонымен не демекшісіз? Келмейді деп отырсыз ба? Жоқ, ол өзі шешеді ғой. Бірақ Өзі шешеді. Мен арыз бердім, өз орны ұйғарым етті. Келесі процеске келмеген жағдайда әкім жауапкершілікке тартады. Түсінікті ғой? Болды. Онда ендігі отырыс бас прокурор тағайындалады. Оны қосымша тағы да біз графикті көріп, SMS хабарлама жібереміз. Жаңа мен айтқан бойынша құжаттарыңызды отырысқа дейін жеткізіңіздер. Қалыңдар. Прокурор қажет жоқ.